Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз клярдағы банан немесе бананды құймақ дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сүт, жұмыртқа, тұз, сұйық май және де банан қажет болады. Барлық ингредиенттерді төменде көрсетемін. Алдымен тұз бен сүт, жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Тұз ерігенше араластыру қажет. Араластырып болғаннан кейін оған 70 грамм немесе 2 ас қасық ұн қосамыз. Ұнды комок қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз және оған аздап сүт қосамыз. Енді қамыр қопсытқышын қосамыз. Енді біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығу қажет. Ол қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Қамырымыз дайын. Енді оны бір шетке қоя тұрып, біз бананды дайындаймыз. Бананды тазалап, оны шағын бөліктерге бөліп шығуымыз қажет. Бананды бөлген кезде, оны қатты жұқа етіп кеспеу өте маңызды. Әйтпесе, ол біздің қамырымыздың ішінде езіліп кетуі мүмкін. Тағы да бір кеңес, бананды қиғашынан кессе, ол үлкенірек болып көрінеді. Кесілген банандарды қамырымызға саламыз. Және де езіп алмай, ақырын ғана араластыру қажет. Енді біз пешімізді жағып, оған тапаны қыздырамыз. Тапаға аз ғана өсімдік майын құямыз, шамамен 1 ас қасық. Тапамыз қызғаннан кейін, оған қамырымызды бір-бір бананнан саламыз. Бетін қақпақпен жауып қойсақ, қамырымыз жақсы піседі. Түбі қызарғанша әр құймақты пісіреміз. Және де аударып, екінші жағында дәл солай қызартамыз. Уақытыңызды үнемдеу үшін шетіне жаңадан құймақтар құя беруіңізге болады. Мен бір банан салғандықтан бананым аз болып, қамырым ауысып қалды. Сондықтан мен оны жай ғана оладьи етіп жасадым. Ал сіз тағы да бір банан қосуыңызға болады. Осылай барлық қамырымызды соңына дейін екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің бананды құймақтарымыз немесе клярдағы банандар дайын. Оны әдемілеп тәрелкеге салып, арахисовая паста, әртүрлі сироптар, варенье, тағы да басқа дәмдеуіштер қосып беруіңізге болады. Мен үй жағдайында жасалған арахисовая пастамен әсемдедім. Баршаңызға ас болсын.